Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы Анвар Исмаил атындағы кәсіптік колледжі оқытушы Абзелова Ұлпан Оралбековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1937-1938 жылдардағы Қазақстандағы жаппай репрессиялау шаралары және оның салдары. Пәні Қазақстан тарихы. Жоспары. Қазақстандағы 1937-1938 жылдардағы саяси қуғын-сүргін. 1937-1938 жылдардағы репрессияға ұшыраған қайраткерлер. Тақырыптың өзектілігі. Кез келген өркениетті кемелденген мемлекет өз тарихын қастерлейді, оны ұрпақтардың санасына енгізуге жағдай жасайды. Өйткені тарих халықтың мың жылдап жинаған тәжірибесі, асыл қазынасы. Сондықтан Қазақстан ұлттық бірегейлі және біртұтас болу үшін оның жаңа талапқа сай тарихы да болу шарт. Кеңестік тоталитарлық қоғам тұсындағы ұлт мүддесінің аяқ асты болған тұстарын ақиқатты тұрғыда зерттеп, парасатпен зерделеу тарихшылардың басты парызы. Себебі тарих ғылымы жарқын болашақтың негізі, ұрпақ арасындағы білім мен біліктілікке негізделген тарихи сабақтастықты жалғастыру, дамыту арқылы ұлттың рухы биіктей түседі. Тарих дегеніміздің өзі бір ұрпақтың жасаған құндылығының екінші ұрпаққа ауысуы, кеңестік қоғам тұсындағы қазақ тарихының қайғысы мол, қасіретті ауыр парақтың жеткілікті. Қазақ елінің заңғар ойшылы Әбіш Кекілбаев айтқандай, адам да қоғам да ешқашан өз тағдырына өзі енжар қарап көрген емес. Сондай-ақ халықта өз тағдырына өзі еш уақытта немқұрайлы қарай алмаған. Не бір ғасырлар өтсе де соның туа бойында болған тұлғалар мен тарихи құбылыстардың ел санасында мәңгілік сақталуының сыры осыда жатса керек. Қазақстандағы тұңғыш репрессия 1928 жылдан басталды. Өйткені 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші қатысшысы болып Филипп Голошукин республиканың саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайымен танысқаннан кейін Қазақстанға ұлы қазан революциясының ешқандай ықпалы болмады. Сондықтан мұнда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындыға келіп, республикада репрессиялық шаралар жүргізе бастайды. Ол ең алдымен ескі зиялыларға ауыз салады. Солардың ішінде қазақстандық Бөкейханов, Ақпаев, Ермековтар тағы басқалары болды. Социалистік қоғамды нығайту барысында Сталиннің тап күресін күшейту туралы тұжырымы репрессиялық, яғни қуғын-сүргін бағдарламасының негізіне айналып, халық жауларын әшкерлеумен айқындалды. Партия мен халыққа жат элементтер ең алдымен партияның өз арасынан және өзгеше ойы бар зиялылар қатарынан іздестірілді. 1936 жылы КСРО конституциясы қабылданды. Бұл конституция әміршіл, әкімшіл жүйені нығайтты. Елде тоталитарлық жүйе, казармалық социализм орнады. Жеке адамның құқығы аяққа басылып, балама пікір айтқан адам халық жауы қатарына жатқызылып жазаланды. Ең алдымен жазаға ұлттық демократиялық зиялылар, алаш қозғалысының қайраткерлері, қазақ елінің біртуар ұлдары тағы басқалар ұшырады. Жеке адамға табынған тоталитарлық жүйе кесірінен 101 мың қазақстандық кулакқа жабылып, 27 мыңнан астам атылды. Халық жауларының 40 мыңы кейін ақталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін 31 мамыр ұлттық аза күні болып белгіленді. Жыл сайын 31 мамыр жазықсыз жазалағандарды еске алу күні деп атап өтілуде. Социализм тоталитарлық казармалық сипат алды. Елде сталиндік саясат жүзеге асты. Жазалау органдарын қызметі күшейтілді. Осылайша жеке адам құқығы аяққа басылып, пікір айтқан, ұсыныс жасаған адам халық жауы қатарына жатқызылып жазаланды. Сталиндік қуғын-сүргін, геноцид саясаты осылай басталды. Қазақстандағы екінші репрессия 1937-1938 жылдар жүргізілді. Себебі бұл жылдары бүкіл елімізде, әсіресе Мәскеу мен Ленинградта жаппай жазалау шаралар басталған еді. Соның ызғары Қазақстандағы Қарағанды қаласына да келіп жетті. Өйткені Қарағанды
еліміздегі үшінші көмір ошағы аталды. Мұнда көптеген партия, мемлекет және қоғам қайраткерлері, белгілі ғалымдар мен ақын жазушылар жұмыс істеді. 1937-1938 жылдар саяси репрессия бұрынғы СССР-дағы жеке тұлғаларға қарсы ұйымдастырылған қуғын-сүргін шараларының ең шарықтаған кезеңі болды. Қазақтың зиялы қауымы партия қайраткерлерінің қателігі мен асыра сілтеуін қатты сынға алды. Кеңес билігі азаматтық соғыс жылдарындағы ұлт тәуелсіздігіне белсене қатысқан Алашорда қозғалысының көптеген қайраткерлерін тізімге алып отырды. 1928 жылы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабай, Жүсіпбек Аймауытұлы, Халел Ғаббасұлы сынды 44 буржуаз ұлтшыл қамауға алынды. 1930 жылдың қыркүйегінде Мұхамеджан Тынышбай, Халел Досмұхамед, Жақып Ақбай сынды бірқатар қазақтың қаймағы тағы қамауға алынды. Барлығы 40 адам болды. Олардың басым бөлігі суық Сібір даласына итжеккенге айдалды. 1937-38 жылдары қазақтың көрнекті қайраткерлерінің барлығы репрессияланды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарында Әлихан Бөкейхан, Тұрар Рысқұлұлы, Нығмет Нұрмағұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Ұзақбай Қалымбетұлы, Ораз Жандос, Әбілқайыр Досұлы, Смағұл Садуақасұлы, Темірбек Жүрген, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгірұлы, Бейімбет Майлин, Құдайберген Жұбанұлы, Санжар Асфендияр да бар. Ұлт зиялыларының өздері ғана жапа шеккен жоқ. Олардың жұбайлары балаларына дейін жазаланды. 1937 жылы 15 тамызда КСР-ның орталық комитетінің нөмір 00486 бұйрығы отанын сатқандардың отбасы мүшелеріне қарсы жаппай қуғын-сүргінді бастауға мұрындық болды. Бұл құжат ең алдымен саяси айып тағылғандардың әйелдерінің кінәсін еш дәлелдемей-ақ қамауға алуға және лагерлерге жіберуге құқық берді. Қысқа мерзім ішінде бас аяғы бірнеше ай барысында отанын сатқандар деген жалған желеумен арыстардың жарлары қамауға алынып, 5-8 жыл мерзімге сотталды. Бір жастан 3 жасқа дейінгі балалы әйелдердің алғашқы легі Ақмолаға 1938 жылдың 6 қаңтарында келді. Бұл лагер шындығында тым ерекше болды. 8.000-нан астам әйел ал жерде қоңыраудан қоңырауға дейінгі мерзімдерін отырып шыққан. Негізінен олар аттары одақ көлеміне кеңінен танылған Әзиза Рысқұлқызы мен оның анасы Әрипа Есенқұлқызы, Дәмеш Жүргенқызы, Рәбиға Асфендиярқызы, Гүлжамал Майлина, Гүлбахрам Сейфуллина, әнші Лидия Русланқызы, жазушы Галина Серебрякова, маршал Тухачевскийдің отбасындағы әйелдер, жазушы Борис Пильняктың әйелі Кира Андроникашвили, Юрий Трифоновтың әйелі Евгения Лурье, Болат Акуджава мен Майя Плесецкаяның аналары және тағы басқа сынды мемлекет, саясат және қоғам қайраткерлерінің әйелдері еді. Міне осылай саяси қуғын-сүргінге қазақтың біртуар ұлдарының барлығы ұшырады. Оның бірі қазір айтып өткендей Ахмет Байтұрсынов. Оның тағдыры қиын, бірақ кісі қызығарлық тағдыр болды. Ғұмыры ащы арманға толы, алайда адамға өнеге боларлық ғұмыр. Мақсат мұратының мазмұны кей тұста қайшылықтарға соқтырды десек те өте терең. 1929 жылы қамауға алынған қазақ зиялыларының ішінде рухани көсем Ахмет Байтұрсынов та бар еді. 1937 жылы 9 қазанда сталиндік репрессияның қанды пышағына ілігеді. Өз ұлтын сүйетін, ұлтының болашағы үшін өткен тарихтан сабақ алар тұстар көп екенін білетін ұрпақ
өз тарихын қалыптастырған өр тұлғаларды ешқашан ұмытпас. Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, ашаршылық жалмаған жылдары 2,3 миллиондай, бірнеше рет қайталанған қуғын-сүргінге ұшыраған 125 мыңдай қазақтың жартысынан жуығын қаны қара жерге сіңген екен. Оның сыртында жаппай жала жабу, кәмпескелеу мен ұжымдастыру сияқты ұлтымызға қарсы бағытталған апатты жылдары туған даласын топырағынан тірідей айырылып, жер бетіне тарыдай шашырап, тоз-тоз болып кеткен сан мыңдаған қазақты қосыңыз. Бұл ұлтымыздың тарихы. Әрбір қазақтың баласы осы қайғы қасіретті ұмытпауы парыз. Өйткені бұл күн алаш азаматтарының азалы күні. Үйге тапсырма: саяси қуғын-сүргін құрбандарына байланысты эссе жазып келу. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.